Бүгін үйдегі барсатыладан деген пирог істейміз. Себебі барсатылар зая болмасын деп соларды араластырып шаймен ішетұғын әйтеуір бір сәтті істедім. Бұның үшін езілген печеньені жақсылап езіп аламыз. Соң оны сары маймен араластырып қалыпқа салып форма береміз. Форма жақсы шығу үшін стаканмен сөйтіп басып алдық. Енді ішіне салу үшін қаймақ, құмшекер, бір маекті жақсылап араластырамыз. Мынаяқта сөкті қанда қап кетпеу керек. Оны да салып араластырып тайын болған кремімізді қалыпқа салдым. Бір тегіс қылып жайып алғаннан кейін енді мына жақта мандарин де тұр екен, ол да зая болмасын деп оны да салып жібердім. 20 минут davamında пешке қойып пісіріп аламыз. Бұл пирогтың өзгешелігі, оны суытпай тұрып жесең чизкейкке ұсайды. Өзімше енді чизкейк дедім. Кремлері мощный болып тұрды. Ал оны суытып жесеңіз, онда ол пирогқа айланады. Ұнаса лайк, комментарий жазың деп сұрауды келістіре алмаймыз. Енді оны өздеріңіз білесіз.